Ассалаумағалейкум, армысыздар менің дәулетті оқырмандарым, дәулетті халқым. Армысыздар менің алдыма келген, сонау алыстан ат терлетіп келген ханшайымдар мен мырзалар, қалдарыңыз қалай? Күннің 56 градусына қарамай, суығына қарамай, сонау алыстан ат терлетіп келіп отырсыздар. Негізі келетін оқушылардың саны бұдан да көп. Көбісі жаңа, сіздер менің жаныма келген кезде сіздерде жаңа өмір басталады қыздар. Бұрын соңды болмаған әдемі жаңа өмірді көресіздер сіздер. Бұл жерде сіздер тек қана массаж ғана үйренбейсіздер, басқаша нәрсе үйренесіздер. Қазір сіздер келген кездегі түрлеріңізді өздеріңіз мына жерде мен тікелей эфирге түсіріп қойдым. 10 күнден кейін кеткеннен кейінгі өздеріңізді көресіздер. Қазір сіздердің көздеріңізде көбінде мұң бар, көрініп тұр көздеріңізде мұң. Одан кейін қорқыныш көрініп тұр, үйрен алам ба деген. Содан кейін мені таудай, құдайдай көрбаған көріністерім көрініп тұр. Мен құдай емеспін, мен жай қарапайым адаммын. Маған үйтіп, ойдып, бүйтіп тұрып қарамаңыздар. Жай ғана қараңыздар, жай адам деп қарасаңыздар. Просто менің өнерім мықты. Өнерім мықты. Сол өнерімді үйренгелі келдіңіздер. Құдай Алла тағалам амандығын салса, дәл бүгіннен бастап Құдайдан басқа адамның барлығына бастарын дейіп, табынып, өліп қала жасап үйтіп қарамай-ақ қойыңыздар. Олар да сіздермен ұқсас адам, бәрі ұқсас адам. Содан кейін қорықпаңыздар еш нәрседен. Үйреніп кете аласыздар. 10 саусақ бар ғой, бар. Құлақ бар ғой, бар. Көз бар ғой, бар. Ауыз бар ғой, бар. Үйреніп кете аласыздар. Массаж деген, мен сіздерге массажды бар ғой, ғылыми тілмен сөйлеп, еле болмаса медициналық тілдерді қосып сөйлеп, ондай сөйлемеймін. Жай қарапайым қазақтың тілімен сөйлеймін. Массаж үйренуге, сіздерге массаж үйренуге, ойбай, бізге медициналық ілім керек шығар деп қорқып келгендерің болуы мүмкін. Медициналық ілімнің керегі жоқ. Массаж деген адамның денесінің сыртынан сылап сипап жасайтын нәрсе. Просто о адамның анатомиясын білсең болды. Бүйрек қай жерде, жүрек қай жерде, бауыр қай жерде. Егерде медицина оқыған болса, онда нұр үстіне нұр деген сөз. Ал оқымаған болсаң, еш нәрсе етпейді. Бірақ, еш нәрсе етпейді екенде, аңқиып массаж жасамайсың. Бұл жерде массаж үйренуге сезгірлік керек. Сезімталдық керек. Сізде сезімтал болу керексің. Біреудің денесін ұстаған кезде, оның денесі суық па, жылы ма, соны білуің керексің. Ол сезім бәріңізде бар шығар енді, Құдайға шүкір. Жоқ, ол сезімнің де өшіп қалатын кезі болады. Қай кезде? Көп қорыққан кезде, көп ренжіген кезде, көп әбіржіген кезде ол сезімде өліп қалады. Тірі жүрсің, бірақ өл адамсың. Кейбір адамдарға сөйлеп жасаң, бадырайып бетіңе қарап тұрады. Сол құлақ естімей ме екен деп ойлап қаласың, сөйсіп құлақ естиді екен. Бірақ бадырайып тұрады. Ол деген сезімі жоқ адамдар сондай болады. Сезімі жоқ адам. Сезінбейді еш нәрсе. Сен сөйлеп жатқан сөзіңнің мәнісін түсінбеген. Не үшін айтып жатқанын түсінбеген. Сол үшін массажист болуға не керек екен? Бірінші өткірлік керек. Өткір болуларың керексіңдер. Әрбір адамды бір қарап біліп бір қоюың керексің сен. Жылағалы тұрған, ренжіп тұрған, көзінде мұңы бары, сөйлегісі келіп тұрған біліп қой. Өткір болуың керексің. Екінші қағылез болуың керексің. Қағып алатын. Жерге түсірмей қағып алып кететін. Үшінші шеберлік болу керек. Сенде қолыңда, бүкіл денеңде шеберлік болу керек. Шебер, мұндай. Шеберлік. Төртінші. Есте сақтау қабілеттерің жақсы болу керек. Есте сақтау памяттерің жақсы болу керек. Төртінші. Бесінші, сіздер йогамен айналысуларың керексіңдер. Өздеріңіз спортпен айналысатын болуларың керексіңдер. Өздеріңіз іштемемен айналыспайтын адам, ол сенде икем болмайды массаж жасағанға. Өзіңнің белің талып қалады. Төртеуін айттым ғой, бесіншісін айттым. Алтыншысы, медицина колледждар, мысалы, медсестралық колледждар болады ғой. Оқып ал. Қазір 10 айынан оқытады. Оқып алыңдар. Массажға ілімнің керегі жоқ деген сөз жоқ. Массажға да ілім керек. Өйткені, содан кейін сөйлеу өнерін үйренесіздер. Қолыңызбен массаж жасай аласыз. Енді өзіңіздің кәсібіңізді сата алуыңыз керексіз. Өз кәсібіңді өзің. Егерде өзіңіздің кәсібіңізді басқа біреуге сатып бер дейтін болсаңыздар, онда ол прансет алады. Керек емес.
Дәл қазіргі қоғамда өз кәсібіңді өзің сатасың. Мысалы мен өзімнің бойымдағы массаж деген өнерді мен өзім сатып жатырмын. Ешкім маған сатып жатқан жоқ. Біреуге беретін ақшаны өзімнің қалтама салып жатырмын. Сол үшін біз бүгіннен бастап Алла амандығын салса, жаттығу жасаймыз. Ауыз жаттығу менен қол жаттығуын екеуін бірге жүргіземіз. Сіздер қажет мед массаж орталығында осы 10 күннің ішінде сөйлеу өнерінде үйренесіздер, массажды да үйренесіздер. Осы жолғы 2023-тің соңғы курсы сіздерге берген сыйлығым сөйлеу өнерін үйретем. Бірақ оны жабық түрде йогаға қатысқан қыздар үйрене алады. Йогаға қатыссаңыздар барлығымыз йогамен бірге дауыс жаттығуларын үйренеміз. Дауысты орынға қоямыз. Сол кезде сіздер массажды да үйреніп кетесіздер, массажды да сатасыздар. Бір оқпенен қайтеміз, екі қоянды атамыз. Енді массажды білдіңіздер. Массажды жасау барлығыңыздың қолдарыңыздан келеді. Маған массаж үйренуге, массажға қызығатын әйелдер келеді. Қызықпайтындар келмейді, бұл жерге ылғи да қызығатын келіншектер келеді. Сол үшін сіздерге тез үйреніп кете аласыздар. Одан кейін мен сіздерге үйретем, шығыс медицинасының нүктелі массаждарына классикалық массаждарды қосып, адамның ағзасын қыздырып, ыстып, барып нүктелерді басып, одан кейін пайду деген массажды қосамыз. Пайду деген денені жылытып, қыздырып, дайындап аламыз да, одан кейін нүктелерді басамыз, нерв жүйелерін тыныштандырамыз, одан кейін барып пайду қыламыз, шлактарды, токсиндерді деймін, соларды сыртқа шығарамыз. Міне, сіздің жасаған массажыңыздан жасады бола салғаннан кейін орнынан түрегеле салып клиент нәтиже көреді. Қай кезде? Сен мықты жасаған кезде. Егер сен жасаған клиент түрегелгенден кейін орнынан массаж жасатып болды, тұрды, ешқандай нәтиже көрмеді, онда сен дұрыс жасаған жоқсың. Ал осы дұрыс жасау массажды мен сіздерге осы практика барысында шегелеп отырып, миларына құйып отырып тұрып үйретем. Сіз дайын болсаңыз. Дайынсыңдар ма? Ой, молодец. Шапырам. Сіздер өте жоғарғы деңгейдегі массаж үйренесіздер. Енді мен өзімді, және де бір рет қысқадан тұсқа өзімді таныстырып өтейін. Сіз кімсіз деген сұраққа қойып берейін. Мен Мүнирамын. Жасым 50-де. Бойымның биіктігі 1,67. Салмағым 54. Бір баланың анасымын. 30 жаста байға тигем. Екінші байым бар, бірінші байымдан ажырасқам. Айта салайыншы сендерге. Ошо бірінші байым қатты қызғаншақ болған. Менің кәсібіме қатты кедергілік жасады. Кәсібімнің дамуына кедергі болды ол. Ол айтты маған тиді, бала туда үйде отыр дейді. Мен Қытайдан келгем. Мен 18 жасымнан бастап жұмыс жасағам. 12 жасымнан бастап, 8 жасымнан бастап ақша тапқам мен. Мен үйде отыра алмаймын дедім. Мен үйде отыра алмайды екенмін. Баламды туып, бір жағыма баламды қолтығыма қысып, бір жағымда кәсібімді жасайтын қатынмын. Мен үйде отыра алмаймын дедім. Қатты қателесесіз, мен үйде отыр десең дедім. Содан екеуміздің неміз жараспай қалды, ынтымағымыз жараспай қалды. Содан кейін екеуміз жақсы, сіз аман болыңыз, мен аман болым. Мен кәсібімді дамытып, өйткені мен бар ғой кәсіпті тастап, үйде отыратын қатын емеспін мен. Мен жаратылысым ондай емес, қыздар. Білесіңдер ғой, ұрып тұрған қатынмын, әкесі деп болып тұрам. Өзімді өзім қамшылайтын қатынмын. Мен мынандай нәзік болып бүйтіп отыра алмайды екенмін. Жауға шағатын қатынның біреуі менмін. Өзім бар ғой, түсіп бара жатқан кезде өзімді өзім жұлып алып шығамын орнымнан. Өзімді өзім желкемнен теуіп, көтенімнен теуіп отырып, өзімді сүйреп отырып алып шығамын. Маған ешкім көмектеспейді. Сіздерге де сондай, ешкім сіздерге көмектеспейді. Өздерің көмектесесіңдер, қыздар. Сол үшін мына массаж кәсібі өте табандылықты қажет етеді. Табандылық, белсенділік, жалғастырып тұрып алу, жоқ болса да тістеніп тұрып алуды қажет ететін кәсіп бұл кәсіп. Сен отыра берсең келе береді екен деме бұл кәсіпте. Отыра берсең келмейді. Сөйлеу өнерінде қосасың, аузыңмен сөйлейсің, қолыңмен дәлелдейсің, ісіңмен. Отырмайсың, түгіресің, зыр жүгіріп жұмыс жасайсың. Өйткені бұл жеке кәсіп, өкіметтің кәсібі емес, саған дайындап әкеп беретін. Жүгірсең, күндік табысың 100 000 теңге болады мына массаждан.
Жүріп отырып жұмыс жасасың. Жүгірмей отырсаң, саған ешкім келмейді, онда күндік табысың 0 болады. Нақты шындықты айтып берейін сіздер. Ақшаларыңызды алмай тұрып айтып берейін бәрін. Осыған шыдаймын десеңіздер, қазір келісімшартқа қол қоямыз. Тура жеңімді түріп, мына әдемі киімдерімді шешіп тастап тұрып, білегімді түріп отырып, жандарыңа барып тұрып үйретем. Саусақтарыңды ұстап тұрып, қолдарыңды қайырып тұрып үйретем. Өйткені бізге не керек? Мына саусақтардың икемділіктері керек, қыздар. Ол массаж деген бүйтіп жасай салуға болады. Бірақ сен жасаған массажды клиентке сезіндіріп, орнынан тұрған кезде, "Уа, не деген жақсы нәрсе мынау" деп сені сүйетіндей болу керек. Ол үшін мен сондай үйретуім керек сіздерге. Дайынсыңдар ма, қыздар, соған? Дайынсыңдар ма? Қолыңды ұрып жіберсең дайынсың ба? Иә. Бұл жерге келіп алып, ана 40 жылдың алдындағы енеңді ойлап отырма. Болды. Жетеді, қыздар. Енді түрегелмесек көштен қаламыз. Иә? Соның үшін мен сіздерге қайда екен? Шығыстың нүктелі массаждарын үйретем. Өзім бұл кәсіпті 95 жылдан бастап істеп келе жатырмын. 95-тен 2006-ге дейін Қытайда, Үрімжі қаласында, кілең Қытайдың ішінде жұмыс жасағам. Қытайларға бар ғой, бір нүктесін баспай кетші, зарплатыңдынан тартады. Қытайларға дұрыс жасамашы, орнынан түрегеліп бетіңе чалп еткізіп айта салады. Ақшасын төлемейді. Сондай қиын жерлерден пысып жетіліп келгенмін. Ал 2006-дан, міне 2018-ге дейін Қонайба Мәметовада, мына Алматыда өзім салон алып, сол жерде жұмыс жасадым. Жарнама жасап, жүріп, қыздар қараңыздаршы. Бұл жеке кәсіп, өкіметтің кәсібі болмағандықтан, сен барына өзің жүгіресің. Жүгіріп, далаға шығып, жарнама жапсырып, жарнамадан далада кетіп бара жатқан, есік алдында кетіп бара жатқан апаларды шақырып кіріп, тегін жасап, көрсетіп, арзанға жасап, көрсетіп, скидка жасап, көрсетіп, түсіндіріп, сөйлеп, дәлелдеп шыңға шықтым ғой мен. Сіздер де солай боласыздар. Ертең мен үйреткеннен кейін сіздер де тура менің қайталағанды қайталайсыздар. Бір клиентті мықты жасап, орнынан тұрғызып, массажыңды сезіндірсең, ол сіңілісін алып келеді, құрбысын алып келеді, шешесін алып келеді, ағасын алып келеді, жеңгесін алып келеді. Сонымен сен қайтесің? Бүйтіп жан-жаққа кете бересің, клиенттерің қайтеді, көбейеді. Далада жаңбыр жауып жатыр ма? Қар жауып жатыр ма? Қайсы әртіс күйеуге тигелі жатыр ма? Саған қызық болмай қалады. Саған қызық сенің өзіңнің өміріңмен, өзіңнің табысың қызық болып қалады, қыздар. Ал сен біреудің өмірімен алысып отырған болсаң, сен өзіңнің өміріңді таппағансың. 30 күнде бір-ақ рет 100 мың теңге аласың. Содан кейін қалған уақытында боссың. Содан кейін Мүнира нешінші байға тиіп жатыр екен деп, мені не көзінің астына әжім түсіп қаппа деп, менімен алысасың да, Мүнира менің алдымда өте керемет адам болып тұру керек деп өзің бірдемелерді қойып, менімен алысып жүресің. 50 жаста осы фигура жетеді. Мұнан күшті. Өзіміздің ұлтымызға өте арық демеспін, сеніміз демеспін. Норма. Міне көрдің ба? Сонда сіздің едім немен алысып отырған, не үшін алысып отырғансыз екенсің? Бош жүрсің. Уақытың жоқ. Ал мен болсам не істеп жатырмын? Йога жасап жатырмын. Дауыс жаттығулар жасап жатырмын. Өлең оқып жатырмын. Тамақ жасап жатырмын. Кір жуып жатырмын. Жаңа үйден жаңа үй алып жатырмын. Бүкіл кабинеттерді арендаға беріп жатырмын. Жүгіріп жүрмін, шетел аралап жүрмін. Бұның барлығы осы массаждың арқасы. Массаждан тапқан мына сәлияхунның арқасы, мынаның арқасы. Осы мен жасаған нәрсені сіздер де жасай аласыздар. Мен қажетметке сіздерді оқуға, өнерімді үйретемін деп шақырып алып, сіздерге сызылып сөйлемеймін, қыздар. Айгүл, тұра қой, отыр. Ойбай жаным. Ондай айтпаймын мен сендерге. Ондай айтсам сендер шындап шықпайсыңдар. Маған осындай сөйлеуім ұнайды. Сол кезде сендер қайтесіңдер? Осы 10 күннің ішінде 30 жылдық стажы бар, менен де мықты болып шығасыңдар. Сол үшін осындай қатты сөйлеймін. Оянасыңдар. Егер мен сендерге әй деп отырсам, онда 10 күніміз жетпей қалады, және де осы жерде бәріміз ұйықтап қап түстен кейін оянамыз. Сол үшін мен сіздерді сергек ұстаймын. Даусымды қатты шығарамын, қатаң ұстаймын. Қатты болғаным сіздерді ширатылып, мына массажды мықты үйреніп алсын дегенім. Мықты үйреніп алғасыңдар, содан кейін ары қарай кетесіңдер үшін. Мықты үйреніп.
100% сіздерге кепілдік берем, барлығы мықты үйреніп шығасыңдар. Мен таңертең сағат 8-ден бастаймын сабақты, кей кезде 9-дан бастаймын, кей кезде 8-де бастаймын. Кешкі сағат 6-ге дейін осы жерде жүреміз қыздар. Бірақ сағат обед ішеміз. Арасында 5 минут үзіліс, 2 минут үзіліс сондай болады. Арасында күлдіріп алып отырам, арасында жылатып алып отырам. Сендерге массаждың тура әлемде теңдесі жоқ массажды үйретем. Қытайлар мойындаған массажды үйретем. Қытайларды мойындатқан қатынмын мен. Мойындатқан Қытайларды мен. Мойындап кеткен маған, қазақтың қатыны деп. Соларды мойындатқан. Қайтты көрдің ғой кеше массаж жасағандар. Көп массаж жасағандары белгілі, қолдары әдемі болып тұр. Бірақ сезіну деген мүлдем жоқ. Бір ағашқа жасаған сияқты жасай салды. Мен ағаш емеспін ғой. Мен оның қолының астында жатқан жаны бар адаммын ғой. Жаны бар адамға қалай массаж жасайсың? Мен соны үйретем қыздар сіздерге. Ол массажыңды алған адам сенің қолыңа құмартады. Сенің қолыңды аңсайды. 7 күн толған кезде автоматически сенің қолыңды аңсайтын болады. Шіркін-ай, Айгүлдің қолына барып келуім керек еді деп. Содан кейін саған массажын жасатып болғаннан кейін ол орнынан түрегеледі. Бірінші өзін сергек сезінеді. Екінші ұйқысы жақсы қанады. Мәселенің бәрі ұйқыда. Сәбидің ұйқысын 20 минут ұйықтап түрегелетін болса, ересектер бойына тау апаратын күшті оятып алады. Бойындағы сол күшті оятып алады. Ұйқы тыныш болған кезде. Қазір орта жастағы адамдардың барлығы неге әлсіреп қалған, неге стресске түсе береді, неге күйзеліп жатыр, неге дәрменсіз, неге қуассыз? Өйткені ұйқы дұрыс емес. Проблема көп, ұйықтай алмайды. Содан кейін бойындағы өзінің Алла Тағала берген күші жоқ. Содан кейін дәрменсіз жүреді. Енді нүктелеріңізді басып, каналдарыңызды ашып, қандарыңызды айналдырған кезде, сіз анаңыздың құрсағынан жаңадан шыққан кездегі ұйқыңыз бар ғой. 50 жастасыз, сіз сол ұйқыны ұйықтайсыз. Миыңыз тынышталып. Түрегелген кезде барып, бойыңызда қалауқат күш қайтеді. Вау, оянады да содан кейін қопарып жұмыс жасайсың. Міне осыны біз клиенттерге сезіндіреміз массаж жасау арқылы. Одан кейін сізге келмегенін көрейін клиенттердің. Ол сен шақырмасаң да өзі іздейді сен. Іздейді, Айгүл деп. Массажға барайын демедім. Мен сол құпияны шашамын сіздерге. Ақша бердіңдер ма 130 мың? Бұл солған, мен сіздерге соны үйретем. Бұл жерден үйрен алмай біреуің кетпейсің. Бәрін үйренесің. Сол көзде барып сіздердің іштеріңізде сенім оянып, содан кейін барып бастарыңыз көтеріп, содан кейін барып күле бастайсыңдар. Мөнира, деп. Қазір маған әй қайда деп тұрған шығарсыңдар іштеріңнен. Әй қайда Мөнира, әй деп. Ол лақтырып етіңдер. Әй қайда дегенді лақтырыңдар. Керек емес. Өтіп кетеді уақытымыз. Міне көп үйренетін массаждарыңыз, міне осындай массаждарды үйренесіздер. Одан кейін үйретем. Тайский массаждарды үйренесіздер. Мен осы жолы сіздерге үйретем. Нүктелі массаждарға қоса, пайду массаждарға қоса, классикалық массаждарға қоса, түйна массаждарға қоса, тайский 5-еуін бір жолата жасаймыз. 5-еуін бір жолата жасап, аяқ қақсақ келген кісіні жүргіздіріп жібереміз. Жүріп кетеді. Мен құпияларын көрсетемін сіздерге, құпияларын шашам. Дәптерлеріңізді алып, жазып, сызып, тоқып. Қара қыздар, қажет метке келіп бар ғой, бір қора боп, топ боп жүрмеңіздер. Өйткені уақыт өтіп кетеді. Анау топ боп жүрген кезде қайтесіздер? Уақыттың өткенін білмей қаласыздар. Әркім өз алдыларыңызда отырып, өздеріңіздің дара қасиеттеріңізді оятыңыздар. Қазақтың етін бәріміз асаламыз. Бірақ әрқайсымыздың дәмі әртүрлі. Вот сол сияқты массажды да солай шығарамыз. Сенің етіңнің асқан етіңнің дәмі күшті болатын болса, сіңілдерің айтады ғой, әпке ет ашып алып жеймін деп айтамыз сіздерге. Сол сияқты массажда солай болады. Мен сіздердің барлықтарыңыздың үйрене алатындарыңызға көзім жетеді. Білем мен. Енді еш уайымдаудың қажеті жоқ. Енді қараңыздар. Мына нүктелі массаждарда сіздердің нүктелеріңізді басып, массаж жасаған кезде сіздердің өздеріңіздің денелеріңізде тазару болады.
Сіздер өздеріңіз қажетметтен тазарып кетесіздер. Өздеріңіз жаңарып кетесіздер. Өздеріңіз пәлен жылдың алдында бір ауырып барып тұқым ауратып жатқан кезде бір дәріні ішіп бір бас қойған ауруыңыз бар еді ғой. Сол ауруыңыз қопарылады, оянады, барлығы оянады. Оның барлығын шығарып жібереміз. Жас кезімізде шығарып жіберейік. Қартайғанда онымен алыспай-ақ қояйық. Осы күнге дейін 40 жаста тұрып келіп жатсың ба, 50 жасқа келіп жатырсың ба, 18-десің ба, білмеймін. Өміріңнің қай кезеңінде бір кезеңінде қалыпты бір ауырып, бір дәрі қабылдағансың. Сол ауруыңды дәрі жауып қойған денеңнің ішінде. Сол ауру қозады, нүктелерді басқан кезде. Жүрегің айниды, басың айланады, аузыңа ашты запыран келеді, туалетке 30 рет жүгіресің, ішің бұрайды, денең дірілдейді, көзің көгереді. Бәріне тазарып жатырмын деп қабылда. Жаныңдағы қатынның мазасын алма. Өз ауруыңмен өзің күрес. Ал бір қатын кеп мұңын айтып жатса саған, ішім ауырып жатыр десе, айналайын, басымды ауыртпашы. Мен 130 мыңды беріп мына жерге. Баламның аузынан жырып кеп әрең келіп отырмын. Сенің мұңыңды тыңдайтынға менің уақытым жоқ деп аузын жаптырып, массажыңды жатта. Анадан кейін анау болды, анадан кейін анау болды, ананы жасаған былай болды, ана кезде денені былай ұстау керек екен, одан кейін былай ұстау керек екен деп, ана қатынның өсегін естігенше, о қатынның мұңын естігенше, жаңағы массажыңды жатта. Келісесіңдер ме қыздар? Мен дұрыс айтып тұрмын ба қыздар? Өте дұрыс айтып тұрмын, мен мынаны не үшін айтып тұрмын? Жаным ашығаннан айтып тұрмын. Әйтпесе бұның бәріне энергия кетеді қыздар. Массаж үйренген келдіңдер ме қыздар? Ой, күшті ғой, күшті. Күшті екенсіңдер, күшті. Дұрыс. Ойбай керемет. Ондай нәрсе менің қолымнан келмейді деп тұрсыңдар ма? Көзімді жұмып өткізе салу келеді қолымнан. Бірақ былай қарай шыққаннан кейін жұмыс жасай алмай қаласыңдар. Мен барлығын осындай қатты айтқан кезде миларында қалады. Содан кейін менен қажетметтен шыққаннан кейін қыздар бар ғой, оқытып жатыр. Қажетметтен шыққаннан кейін салон ашып жатыр. Оның барлығы осы үйреткенімнің арқасы. Осындай үйреткенімнің арқасы. Енді мен саған жұдырығым ұрмасам, саған зақым қылмасам болды ғой. Дауыс көтеріп сөйлеген деген жақсы. Ұйықтамайсыңдар. Әйтпесе нүктелерді басқан кезде қайтесіңдер? Нерв жүйелерің тынышталып, ұйқыға кете бастайсыңдар. Пәлен жылдан бері ұйықтамаған ұйқыларың ұйықтай бастайсыңдар мына жерде мен. Содан бәрін оятып жүрем, түрегендер деп. Мен деп сөйлеген кезде сіздер ұйықтамай отырасыз. Модель болып жатқан кезде ұйықтап алыңдар. Модель болып жатқан кезде алаңдамай ұйықтап ал. Ал біз жасағандарға айтамыз, жасай береміз. Мен қазір бүгін бет массажын үйретемін. Бет массажын үйреткенде мындай үйретемін. Айман! Маған шай әкеп берші десем. Қара, бет массажын үйретемін ғой, сіздерге. Бет массажын үйреткен кезде маған шай әкеп бересің ба? Ана мен келісімшарттарды дайындап қоя. Бет массажын үйреткен кезде мен пайдасын айтам, жазып отырасыңдар. Содан практикасын түсіндірем. Содан кейін міне жерді жасасаң рахаттанады, міне жерді жасасаң құмартады, міне жерді жасасаң бетінің терісі көтеріледі, міне жерді жасасаң деп айтып отырам. 2 адам видеоға түсіріп отырасыңдар. Қалғандарын жазып отырасыңдар. Телеграмнан топ құрамыз, сол топқа жіберіп отырамыз видеоларды. Телеграмның ішінде мен де отырам. Осы жерге оқуға келген қыздар ғана отырасыңдар, қалған қыздар отырмайсыңдар. Одан кейін басқа адамдарды қоспайсыңдар. Содан кейін мен үйретіп жатқан массаждың видеоларын басқа адамдарға бермеңдер. Менен аманат. Өздерің ғана үйрендір. Олар да қалталарынан ақша шығарып кеп үйренсін. Мен де біраз табыс табайын. Осы. Енді қараңыздар. Бірінші бет массажын үйретем. Таянды басамыз, янбайды басамыз, гурungды басамыз, сөйтіп бет массажын жасаймыз. Содан кейін янбайды басамыз, тайбайды басамыз. Тайбай деген, мына янбай деген, зусали деген, таяң дегендер нүктелердің аттары қытайша. Мен сіздерге аттарын қытайша айтамайын. Міне жерде бар, әне жерде бар дейм. Атын әне жерде кітап берем, соған қарап жазбасаңыздар болады. Ал енді қараңыздар, нүктелі массаждарды барлық адам, есі сау адамның барлығы жасай алады. Нүктелі массаждарды үй жағдайында да қолданасыңдар. Мысалы, қастың қиығыменен, қастың біткен жермен, көздің қиығы мына жерде таямшы тұрса, мына таямшыны үй жағдайында, бас ауырғанда, или болмаса офиста отырған кезде, компьютерға көп қараған кезде, көп бетіп еңкейіп отырған кезде, мына жерлерде қан тамырлар қысылып қалады, қан жүрмей қалады. Сол кезде каналдарды ашып, таямшыны
міне бүйтіп уқалап, арт жағын бүйтіп уқалап, мына құлағының астын уқалап, міне бірден қанды қайту керек, қанды айландырып жіберіп, мына басты қайту керек, ауырғанын бірден тоқтатуға болады. Барлығын үйренесіздер осы жерде. Енді қараңыздар, нүктелі массаждарға қолданамыз. Ортаңғы саусақтың күшін қолданамыз. Бас бармақтың күшін қолданамыз. Ортаңғы саусақтың күші жетпеген жағдайда бас бармақта келеміз. Бас бармақтың күші жетпеген жағдайда мына жердегі мына сүйекті келеміз. Мына жердегі мына сүйек бар. Соны әкелеміз. Бұның күші жетпеген жағдайда мынаны алып келеміз. Бірақ көп адамға енді мынау арқа жақтарға көп қолданылады, арқаға, аяққа. Енді бетке көбінде бармақтың күшіменен жеткізе аламыз. Бармақтың күші тіпті де жетпейтін болса, онда ол кісілерді алтын ине қоятын шығыс медицинасын оқыған дәрігерлерге жібереміз. Бірақ дәрігерлерге жіберсек біз ақша тауылмай қаламыз ғой. Сол үшін біз қайтеміз, біз өзімізде бармақтарымызбен басып, сезіндіріп, бой құпиялар көп, қыздар. Құпиясын әзір ашқан деп қаласыңдар. Мына тікелей эфирді айтпаймын мен. Міне, өздерің таңғалып қаласыңдар, ана инсульт алып ауыз қисайып кеткен ауыздарды қайтадан орнына алып келген кезде өздерің таңғалып қаласыңдар. Ойбай, мен осындай құдіретті екенмін ғой, неге білмей жүргенмін өзімді деп қаласыңдар. Уже эголарың өсіп кетеді, бүйтіп деп таңыраңдап кетесіңдер. Бірақ аспандан тап етіп бір күнде бірақ құлақ кетпеңдер. Қарапайым жүруге тырысамыз. Қанша жерден мың жерден білімді болсаң да қарапайым таза жүреміз, иә? Соны үйренесіздер. Содан кейін бас массажын үйренесіздер. Мойын массажын үйренесіздер. Кеуде массажын үйренесіздер. Қол массажын үйренесіздер. Аяқ массажын үйренесіздер. Арқа массажын үйренесіздер. Өз бар ғой, 5 миллионның өнерін үйренесіздер. 130 мың теңгеге. Ол 130 мың теңгелерінің 3% менің налогыма кетеді. Осы түкте қалмайды мағанда. Мен кең пейілдікпен, сіздер маған рахмет айтсаңдар, сіздер маған риза болсаңыздар, болды, сол маған былай жетеді. Мен көрсем бір жерге барсам, мен көреді көп әйелдер. Анау Мөнира қатын ғой, күшті, жақсы көрем мен сізді деп. Мен киім алғалы барғасам да әйелдер таниды. Мөнира ханым, сізді жақсы көрем деп. Күйеуім машина жуатын жерге барсақ та мынау сіздің қатыныңыз ба? Біз жақсы көреміз осы қатынды. Біздің әйелдеріміз осы қатынды тыңдап күшті болып кеткен деп. Дәумет бітіргелі барсамда да сонның ішінде жүреді. Мөнира ханым ғой анау деп. Қандай жақсы әйелсің, сен жақсы әйелсің дейді. Сол маған жетеді. Сонымен мен қарнымды тойғызып өтем. Сіздердің әрқайсыларыңыз осы массаждан жақсы ақша тапсаңыздар, сол ақшаны алған сайын маған рахмет айтасыздар. Мен оны жүрегім сезеді. Сол жетеді маған. Сол үшін ол жерде тәртіпті болып массаждарды үйренеміз. Барлықтарыңыз үйреніп кете аласыздар. Еш уайымдамаңыздар. Түсінбей бара жатсаңыздар, қайта сұрасаңыздар болады менен. Я Сейсенбай. Қалың қалай Сейсенбай? Міне, 3-ші өрлеуде отырған Сейсенбай отыр, мықты массаж жасайды, күшті. Мына миымды тоқтатып береді, мына миымды. Сол Сейсенбай мен ана кімге барып басыма массаж жасатайын деп жүрмін. Қиын әдемі жасайды. Міне, көрдік қой, қорқпайсыңдар ма үйренгеннен? Қорқпаймыз, Содан кейін мен бір қазақи тілмен әдемілеп үйретемін. Еш уайымдаудың қажет жоқ. Қазір қажет массаж орталығы жылы ма екен? Жылы, таза ма екен? Таза, Ой, менің мәрттігім ұстатып кетсе, ет асып ет жейміз бұл жерде. Мен бұлай бар ғой, менің қарасам қатаң болып көрінем ғой, қатаңдығым сіздерді тез жақсы үйреніп алсын дегенім. Атайып берсе, менің жүрегімнен жұмсақ жүрек жоқ. Мен жауыз емеспін. Мен жауыз болсам, жауыздыққа өзімді тәрбиелемегем. Жауыз болған жаман. Өлесің, өзіңді өзің өлтіресің жауыз болсаң. Өзіңді өзің көрге тығасың жауыз болсаң бұл дүниеде. Қарапайым бол, кішіпейіл бол, мейірбан бол, қолыңнан келгенше үйрет, болды, сол жетеді, Сонымен қарнымызды тойдырамыз. Массаж солай. Қазір сіздер міне жерде тікелей эфирді өшіріп қоям. Бүгінгі үйрететін массажымды айтам, жазасыздар. Бүгінгі үйрететін массажым бет массажын үйретейін бүгін. Әйелдердің өте бүгін алыс жолдан шаршап келдіңіздер, сіздерге бет массажын үйретіп, сіздерді ұйықтатайын. Бет массажына қойылатын талап, беттің терісін қатты жұлқылап, сілкіп жасамайсыздар. Содан кейін бет массажын сезімтал терге нүктелерін ғана басып 8 минут жасайсың. Ал майлы терге 15 минут жасайсың. Құрғақ терге 20 минут, 25 минут жасайсың. Енді кей жағдайда кімнің телефон?
Сырттан? Кей жағдайда, кей жағдай кездерде бет массажын бетінде безеу бар адамдарға жасамайсың, бірақ нүктелерді басып бересің. Ал инсульт алып, тілі күрмеліп қалған кісіге 100% жаса. Көзі жыпықта қалған кісіге жаса. Бетінің терісі салбырақ қалған кісіге жаса. Ер адамға жаса. 20 жастан жоғары, 200 жастан төмен жаса. Бет массажын қай кезде жасаймын? Таңертең ерте жаса. Кешке қарай да жаса, түсте де жаса. Ал бет массажын қолдың саусақтарымен ғана жаса. Саусақтармен. Иықтың салмағын тастамаймыз. Білектің салмағын тастамаймыз. Тек қана білезіктің күшімен, саусақтардың күшімен жасаймыз. Бетке массаж жасау, ішкі организмдерінде қызметін жандандырады. Бүйрек, жүрек, бауыр, өкпе, ашшек, тоғышек, тікішек, ас қорыту, өт, барлығының қызметіне қайтеді екен, көмектеседі. Бет массажы 5 сезу түйсігінің қызметін жақсартады. Көздің, мұрынның, ауыздың, дәм сезу, иіс сезу, көру, есту, сипау. 5 сезу түйсігімізді қайтеді екен, жақсартады. Біз қазірден бастап 20 жастан жоғары еш жеріміз ауырмайды. Аптасында 1 рет қайта. Аптасына 2 рет келсе де болады орта жастағы қатындар. Жас қыздар аптасына 1 рет, 20 жастан жоғары аптасына 1 рет. Бет массажын жасатып жүретін болсақ, көзіміздің көру қуатын, күштілігін сақтап тұрамыз. Жыл өткен сайын бұл мүшелеріміз қайтеді, қартая бастайды. Біз қайтеміз, қартайтпай, нүктелерді басу арқылы қайтеді екенбіз, жасартып тұрамыз. Мысалы, әне күні мен Таиландқа барғанда, жарық күнге барған кезде қайтты, менің оң көзім қайтты, істемей битіп қалды. Сол көзім істеп тұрды. Көрдің бе? Егерде массаж жасатып жүрсек, қайтеді? Қарға шыққан кезде көзіміз көре алады. Жарық күнге барған кезде көзіміз көре алады. Көзіміздің әлсіреп бара жатқаны белгілі болып тұр ма? Белгілі болып тұр. Енді осылардың қызметін жақсартатын құрал не екен? Нүктелі массаждар. Сылап сипап, бет терісінің астындағы және де бұлшықеттің арасындағы қан тамырлардан қанды жүргіздіріп, қанды тоқтатпай, қан айналымды жақсартып, нерв жүйелерді тыныштандырып, баяу қартаю. Бәрін баяу қартайтамыз. Өз жасымыздан қарағанда қалай? 10 жыл қалай? Баяу қартаямыз. Содан кейін ауруларға деген төзімділігімізді қайтеміз? Арттырамыз. Содан кейін иммунитетімізді қайтеміз? Көтереміз. Массаждардан. Массаж, йога, жүзу, медитация жасау, барлығы осыған көмектеседі. Темір көтеру көмектеспейді. Темір көтеру әйелдерге сізге дұрыс жасасаң, бұлшықеттерің шығады дейді. Дұрыс жасамасаң, сақым келеді. Жүзіп болғаннан кейін, өзіңді тежей алсаң жақсы, тежей алмасаң көп тамақ жеп қоясың. Бірақ йога деген, йоганы жақсылап жасап, массажды жақсылап жасап болғаннан кейін, өзіңнің асқазанның көлемін ғана сақтап, сенен артық тамақ сұрамайды. Қан жақсы жүреді, сіңірлер созылады, сіңір. Біз жыл өткен сайын сіңірлеріміз қайтып тұр, қысқарып бара жатыр, чөгіп бара жатырмыз. Біз йога жасап, массаж жасатып, нүктелерді бастырған кезде біз қайтеді екенбіз, осы бойымыздың биіктігін сақтап тұрамыз. Йоганың да пайдасы сол. Сол үшін массаж бен йоганы екеуін бірге алып жүреміз. Ертең клиенттеріңіз келгенде де не үшін ауырып жатқанын айта аласыздар өздеріңіз жасаған кезде. Бет массажын көрдіңіздер ғой, иә? Так, болды, бет массажы осы. Басқа көңіл бөлетін жері енді нүктелерді ортаңғы саусақпен бас бармақтың көмегімен жасаймыз. Ал нүктелерді басқан кезде, адамның денесіндегі нүктелерді басқан кезде, үй жағдайында болсын, салонда болсын, нүктелерді басқан кезде бірден тарс еткізіп баспайсыздар. Зақым алып қалады. Ұйықтап жатқан адамның үстінен бір шелек суды қойып келіп жіберсең қайтеді? Шошып оянады, осы сияқты. Сол үшін нүктелерді оятамыз бейді.
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 5 6 7 8 9 деп барып бүйтіп кеп барып нүктелерді табамыз. Сен нүктелерді тауып үшін сенің өзіңнің денеңде сезімталдық болу керек, тауып алатын. Міне чұңқыр. Саусағыңмен таптың таяншөні чұңқырды. Содан кейін тауып алдың, бірден қатты баспайсың. Бүйтіп клиенттің бетіне қарап тұрасың да, басасың, түріне қарап отырып басасың. Клиент бүйтіп жатады. Онда сен дұрыс жасап жатырсың, рахаттандырып жатырсың. Егерде бас қалған кезде көз бүйтіп келсе, онда сен нерв жүйесі нүктені қайттың, ауыр басып кеттің. Біздің мақсатымыз ауыртпай, рахаттандырып, сезіндіріп нүктені. Анау сезінеді нүктені бүйтіп. Денесінде тікен кіріп кеткен сияқты бір сүйсіну пайда болады. Қытайша сүйәнтің дейді. Сүйсіну. Бір денесіндегі сүйсіну, сезім. Соны сен ана клиентке сезіндіруің керексің. Ол соны ізде келді саған. Сен ол сезімді өзің сезіне алмасаң, сен өзгеге сезіндіре алмайсың. Сен өзің сезінуің керексің. Сол үшін сіздер қайтесіздер, массажды жасан, маған модель боласыздар, мен көрсетіп беремін. Қыздарыма барып жасатыңдар, өздерің бір-бірлеріне жасап, сол сезінуді үйреніп, сездіруді үйреніп кетіңдер. Тәсілдерді алғыр болсаң жаттап аласың. Техникаларында жаттап аласың, методикасында жаттап аласың. Ең маңыздысы осы сезіндіріп жасауды үйренуің керексің. Сезіндіреміз, клиент талықсиды, бүйтеді, сезінеді, денесінде тітіркеніп жүреді, балқиды, кәдімгідей балқиды. Балқиып барып денесі қоя беріп, бүйтіп ұйқыға кетіп қалады. Сен соны жасасаң мықты мамансың. Оның миы ұйқыға кетті, тынышталды. Болды. Ар жағынан классикалық массаждарды жасай бересің. Тарс нүктелерді басасың, классикалық массаж жасайсың. Тарс, бетін көтересің. Одан кейін барып қан деген бүйтіп айналып жатқан кезде барып әппақ ағартатын масканы қоя қоясың, жып-жылығып әдемі. Оның бәрін үйретемін. Бір ұйықтап тұра келеді, одан кейін миына әсер беретін нүктелерді басасыңдар. Миына. Анау миының ар жағында солқылдап жатқан жерін суырып алып шығасыңдар. Шаршаған. Тұра келеді. Әдемі өмір. Неменеге күрделестіріп алып жүр мына өмірді деп. Өзінің ішіндегі жаңағы дара қасиеті ол адамның күннен күнге артады. Оның табысы көбейеді. Сені тұрақты өзінің массажезі қылып алады. Ал сен болсаң қайтесің? Клиентіңнің табысының өскеніне қарай сен де массажыңның бағасын өсіресің. Болды ғой. Ол да ақша тауып жатыр, саған беріп жатыр. Сен де ақша тауып жатсың, оған беріп жатсың. Сөйтіп бір-біріміз қайтеміз екен, айланымға түсеміз. Болды ғой, отанымыз көгеріп шыға келеді. Біз болсақ не істеп жүрміз? Біреу бізге бірдеңке беретіндей болып жүрміз. Бәрі қайда екен? Бәрі өзіміздің ішімізде жатыр. Массаж, сондай массаж жасайсыздар, соны үйренесіздер. Сол үшін уақыттарыңның көбін чай ішіп отырған кезде де чай ішіп отырып, массажды үйреніп отырасыздар. Көбірек жасаңдар. Қанша көп жасасаңыздар, жаңағы сезініп жасауды тез қолданасыңдар. Жасауларыңа байланысты бұл. Міне. Так. Арқам массаж деп тұр, тәте, сізге массаж жасатқым келіп ғой дейді. Кел, арқаңдағы құрсып қалған нәрселерінің бәрін жұлып алдына орнына қойып берсем, содан кейін ары қарай жұмысыңды жақсы жасап кетесің. Көп адамдар ана тырысып, құрысып, бүйтіп жабысып қалғаннан кейін өзінің кәсібінде де әлсіреп қалады ғой адам, әлжуаз болып. Оның кәсібінде зауқысы соқпай қалады. Тіпті төсек қатынасында жасағыларың келмей қалады. Денелері қалай болып қалатын болса. Тіпті сезбей қаласыңдар өздеріңнің сезу түйсіктеріңді. Кейбір адамдар тамақ жеп отырады, шалпылдатып жеп отырады, бірақ тілі дәм сезбейді оның. Әйтеуір жейді, лақтырады, ары қарай өткізіп отырады. Мына тілің, мұрның, көзің бәрі бар ғой, қызметі дұрыс болса бар ғой. Алманың дәмі басқаша, өрттің дәмі басқаша. Олар өзгерген жоқ, сол қалпында тұр. Просто біздің мына түйсіктеріміз өліп қалды да, барының дәмі жоқ сияқты болып қалды. Әзір адамдар айтады ғой, не жеміс жесең де дәмі жоқ дейді ғой. Жоқ, ондай емес. Әлі бар жемістердің дәмі. Просто сіздің өзіңіздің сезу түйсіктеріңіз қалай? Өліп қалды. Сол үшін сіз сезе алмай тұрсыз барлық нәрсе. Әлемнің өз орнында тұр, ештеңке болған жоқ. Міне, бүгінгі үйренетін массаждарымыз осылай.
Басқа айтарым жоқ, тоқ етері осы. Әсіресе мына саусақтарды жаттығуларды көп жасайсыңдар міне. 1, 2, әзір жасаңыздаршы. Бет жаттығуында жасалатын жаттығулар міне. 1, 2, 3 дегенде мына сіңірлер созылады. Мына жердегі сіңірлер. Міне 1, мынау былай қарай әдемі тұру керек бүйтіп. Міне. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 дейміз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Одан 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Одан 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Одан 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Одан 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 деп. Бүгін мына жаттығуларды біз бет массажына қолданамыз. Одан кейін аламыз, бүйтіп аламыз да. 1, 2, ұқалаймыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4. Одан 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Одан 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. 1, 2, саусақтар бір-біріне. 4, одан кейін 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Одан 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Одан 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Міне көрдің бе? Бет массажына осы білезіктің күшіменен, мына саусақтардың күші. Одан кейін міне 1, 2, 3, 4, мына нүкте басамыз. Міне 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Чай ішіп отырған кезде, тамаққа барған кезде осыларды жасап отырасыздар, қыздар, Ол саусақтарыңның бар ғой. Саусақтарыңның, мына сіңірлеріңнің бәрі созылған, бәрі икемді болмаса, массаж қопал шығады. Қопал болса, массаждардың ішіндегі ең күрделі массаж беттің массажы. Беттің массажын мықты жасасаң, қалған массаждар оңай. Ең күрделі массажды үйретем бүгін. Бүгінгі массажда мықты шықсаңыздар, ертеңгі массаждар оңай болып қалады. Мына қол жаттығуын көбірек жасайсыздар. Содан кейін иық жаттығуларын жасаймыз, ол ертең арқа массажына. Арқа массаж. Енді қол массажын жасадық қой, енді дауысқа жаттығуларды мына бүгіннен бастап жасайсыздар. Ана кісілер кешіп келді ма? Ойбай тәте кешіп. Ауыз жаттығуын алайға, міне, бәрін мен ертеңнен бастап бар ғой, жұқа киіңдер, ертеңнен бастап мен де жұқа киініп келем. Бәріміз жұқа киініп тұрамыз да, мына жерде жаттығу жасап бар, одан кейін массаждар жасаймыз. Жаттығу басқаша бір 2023, мен сені жеңдім деп кетіңдер. Кеткен кезде сөйтіп мен сені жеңдім мінекей, көрдің ба менің кім екенімді деп кетіңдер. Баяғы жартас, сол жартас болып бармаңдар байларыңа. Байларың маған қайтадан 2-ші классыма жібермей қоясыз сендер. Барсаң сол баяғы жартас болып кепсің ғой деп. Өзгеріп барсаңдар қайтадан ана қатынның 2-ші классы қашан басталады екен, давай бар деп жібереді. Сол үшін ауыз жаттығуын аламыз. Міне ауыз жаттығуын мынаны жасаймыз. Бірінші ауыз міне. 2 осыны 20 рет. Одан кейін міне. Одан кейін міне. Одан кейін одан кейін тілді алдыға қарай созамыз, тілді екі жаққа ұрамыз. Одан кейін ал одан осы жаттығулар, ертең мен сіздерден сұраймын, осы ауыз жаттығуы, одан кейін жаңағы қолдардың, саусақтардың жаттығуы. Тапсырма ертең сұраймын, әрқайсыңыздан ертең таңертең осы жерде бәріміз жасаймыз, Одан кейін қайтеміз, бірінші күні мына екі саусақтарыңызды саласыздар.
екі саусақты салып, не? Шауар, шауар, шаура, вауар, ваура, аравар, аравара, вауар. Тау бар, тауда бау бар, бауда ара барда бал бар деп. Міне осыны жаттаймыз, бүгінгі тапсырма осы. Содан кейін кешке жақын йогаға қатысатын қыздарға жатырды көтеретін йогалар, белді қынай қылатын йогалар, содан кейін күшті нәрсе айтамын. Одан кейінгісі құпия болсын. Білесіңдер ғой ар жағын, соны үйретем. Күшті болып шығасыңдар. Болды, сөз жоқ қой, Айғайлап, кіріңіздер, құдағилар, құдашылар, төрдердіңіздер, төрге шығыңыздар деп. Не жандарым сол. Ал келіңдер. Ойбай болды. Тәте, қалайсыз? Қалыңыз қалай? Ойбай, мен тәтені құшақтап тұрайын. Келіңіздер. Тәте, алымды неге оқуды білесіздер ғой? Екінші рет қайталап тұрған. Ойбай, келіңіздер, құдағилар. Не келдіңіз? Күшті нәрсе кетті. Не? Бәрі Сақина дейді. Тәте Сақина дейді. Көріп жүрек Сақина. Бәрі қандай күшті. Не. Бақшана. Қандай күшті. Қандай күшті. Тәдемі саған. Әлсіреп кеттім ғой, сендердің бәрін келмей қалады екен деп. Қара қыздар, үйреніп алыңдар. Менің массажымды үйреніп алып қой, әлемнің бәр жерін шығарғандаршы қыздар. Айман кеп. Айтпақшы, осы жолы сіздерден, кішілеріңізден мен өзіме көмекші қыз аламын. Қайсын көмекші болуға дайынсыңдар? Көмекші қыз аламыз, содан кейін және де бір екі қыз аламыз жұмысқа. Содан кейін менің бір шәкіртім салон ашты ғой, соның салонына барып жұмыс жасаймын деген кім едің, қайсың? Бір қыз бана осы жерде мен оқып болайын, оқып болғаннан кейін сізге барып жұмыс жасаймын деп. Сіз ба? Сенсің ба? Ана кімнің салонына барып? Келісіп қойдың ғой, Келіскен жоқ, бірақ сізде жұмыс жасауға болғанын сұраған ба? Сен енді сол жаққа уәде беріп қойсаң, уәдеңнен тайма болды. Ұят болады. Сол жерге бар. Қара. Біздің қажетметке менің жаныма көмекші қыз аламын. Және де бір екі қыз қызметкер аламын. Бізден, Алла қаласа, осы 2024 жылы бізден мемлекеттен субсидия бөлінеді бізге. Тұрақты зарплата 60 000 болады. Оның үстіне мен қосымша зарплата беремін. Алтын сырған екен. Қайсың мықты үйренсем, соныңды алып қаламын десем. Белсенді болсаңдар, жақсы тікелей эфиріміз үшін не қылмай қалмасын, сақталмай қалмасын, сабағымызды жалғастырамыз, мынаны өшіріп қояйық.